Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ болып шығатын пирожкилер дайындап үйренеміз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен картошкаларымызды жақсылап жуып, тазалап аламыз. Сосын оларды майда етіп турап, таза суда қайнатып аламыз. Картошкаларымызды осылай майда етіп турап алсақ, тез дайын болады. Соның үшін осылай қайнатамын. Үстіні жауып, жай отта қайнатып алдым. 10-15 минутта дайын болады. 2 орташа пиязымызды да турап, майға қуырып аламыз. Бұны да начинкасына салсақ, пирожкиміздің іші сочный болып шығады. Картоптарымыз дайын, вилкамен және тексіріп көрдім. Енді картоптың суыны басқа үлкенірек ыдысқа алып аламыз. Пирожкидің қамырыны осы картоптың суына істейміз. Жаңағы картоптың суына тұз және сұйық май салып, суды азғантай суу үшін алып қойдым. Ыстық суға қамыр илеуге болмайды, сондықтан суымыздың жылуын күтеміз. Қайнаған картоптың үстіне пиязды қуырып салдым, және де тұз салдым. Ол видеоға түспей қалыпты. Енді бұны блендердің көмегімен жақсылап езіп алдым. Осымен начинкасы дайын. Суымыз жылы болды. Оған жарты ас қасық дрожжи салып, және аз-аздан ұн салып, миксердің көмегімен жұмсақ қамыр иледім. Ұнымызды міндетті түрде 1-2 рет електен өткізіп алуымыз керек. Осындай жұмсақ қамыр болды. Енді бұны 30-40 минутқа жылы жерге алып қоямыз. Қамырымыз дайын, әдемі болып көтерілді. Қамырды қолымызбен бөліктерге бөліп аламыз. Қамырдың үстіне пакет немесе сүлгі жауып қоямыз. Енді осылай бір шеттен алып пирожкилерімізді жасай береміз. Қамырымыз өте жұмсақ, соның үшін ұндап істей береміз. Осылай жұқа етіп жаямыз. Ішіне начинкасını салып, түйіп аламыз. Қамырды жұқарақ етіп жая берсек болады. Қызып тұрған майға салып, орташа отта бәріні пісіріп аламыз. Қатты қызарып кетуі керек емес, оттың асты да қатты болуы керек емес.
Осылай барлығын пісіріп аламыз. Өте дәмді, өте әдемі шығады қыздар, шын мәнісінде. Егер қамырға картоптың суын істетсеңіздер, дәмі де өзгеше болып шығады. Барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Егер видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.